Баршаларыңызға қайырлы күн, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода үй жағдайында өте дәмді болып шығатын духовкада тандыр самсаның рецептісімен бөліскім келеді. Менімен бірге болыңыздар. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен самсамыздың қамырына кірісеміз. Ол үшін ыдысымызға салқын суымызды қойып, үстінен 1,5 шай қасық тұз салып, 2 ас қасық сұйық майымызды қойып, барлығын араластырып, содан соң електен өткізілген ұнымызды қажетіне қарай қосып, қолдың көмегімен қамыр илеп аламыз. Бұл жерде біздің қамырымыз сәл қатылау болып шығу керек. Сол кезде самсамыз дәмді болып шығады. Дайын болған қамырымызды пищевой пленкаға орап, жарты сағатқа демалғанша қойып қоямыз. Міне біздің уақытымыз өтті. Қамырымыз дайын. Теңдей 3 бөлікке бөліп аламыз. Содан соң барлық қамырларымызды кішкене ұнымызды сеуіп жайып аламыз. Жайылған қамырдың арасын кішкене ұн сеуіп, орап шетке қоямыз. Осылай барлық қамырымызды жұқалап жайып, дайын болғаннан соң ертілген сапасы жақсы сары майымызды құйып, қолдың көмегімен немесе щетканың көмегімен барлық жағына тегізіп жағып аламыз. Оның үстінен екінші жайылған қамырымызды орналастырып, түзетіп, ертілген сары майымызды құйып, видеодағыдай барлық жағына жағып, оның үстіне үшінші жайылған қамырымызды орналастырып, жан-жақтарын түзетіп, қойып шығамыз. Ең соңында ертілген сары майымыздың барлығын қойып, барлық жағына жақсылап жағып, қолдың көмегімен рулет секілді орап, дайын қамырымыздың бетін пищевой пленкамен орап, морозильникке қатқанша 1,5 сағатқа салып аламыз. Келесі начинкамызға кірісеміз. Пиязымызды майдалап турап, оның үстінен сирдің етін 4 бұрыш етіп майдалап турап аламыз. Бұл жерде біз ешқандай да фарш пайдаланбаймыз. Содан соң туралған болгар бұрышы, помидор, дәміне қарай тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, өзімізге ұнайтын түрлі приправаларды салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Біздің начинкамыз дайын. Тағы да айтып кететін жағдай, бұл жерде ешқандай фарш пайдаланбаймыз. Етімізді майдалап турап саламыз. Келесі қамырына кірісеміз. Қамырымызды морозильниктен алып, бөліктерге бөліп, кішкене ұнымызды сеуіп, жақсылап қамырларымызды жайып аламыз. Дайын начинкамызды салып, өзімізге қажетті ұнайтындай етіп, самсаларымыздың барлығын түйіп аламыз. Бұл жерде біз қамырларымызбен тез-тез жұмыс жасауымыз керек. Сары майымыз еріп, қамырларымыз жабысып қалуы мүмкін. Содан соң 2 жұмыртқаның ағуызын бөлек ыдысқа жарып салып, вилканың көмегімен жақсылап араластырып көпіртіп аламыз. Түйілген самсаларымызды осы жұмыртқаның ағуызына салып, дайын формамызға видеода көріп тұрғандарыңыздай салып, қолдың көмегімен сәл басыңқырап шығамыз. Содан соң жұмыртқаның сарыуызын жағып, ақ күнжітпен сәндеп, қызып тұрған пешімізде ең алдымен осы күйде 20-25 минутта пісіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің самсамыз сәл қызарып пісті. Содан соң келесі бетіне аунатып, төңкеріп, духовкамызда 15-20 минутта тағы да пісіріп алатын боламыз. Біздің уақытымыз өтті. Көріп тұрғандарыңыздай сәл суытып, самсаларымызды аламыз. Өте әдемі болып қызарып пісіп шықты. Иісі де керемет болып шығып тұр. Сіздер де міндетті түрде пісіріп көріңіздер. Бұл самсаларымыз тандыр самсадан кем емес. Түрлі соустармен қосып дәмін
қатсақ болады. Өте дәмді болып шықты. Құрамы мен мөлшерін төменгі описаниеден таба аласыздар. Егер де видео рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Тағы да көптеген рецепттермен бөлісіп отырамын. Ас болсын!